Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum. Құрметті, қадірлі, қадірменді, мұхтарам, мұсылман, бауырлар, құрметті жамағат. Баршамызға бақ берген, бағдәулет берген, ырзық несібе берген жаратушы иеміз Хақ Тағала Субханаху ва Таалаға хамды сана болсын. Және пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламға хамды салауат болсын. Бүгінгі күн қасиетті жұма күн, арнайы ниетпенен алынған дәрет, құлшылық ниетіменен мешітке басқан әрбір қадамдар Алла Тағала қабыл еткен болсын. Әрбір қадамдарымызға сауаптардан жазып, әрбір қадамдарымызда қателіктеріміз бен кемшіліктерімізді Алла Тағала кешірген болсын. Құрметті жамағат, Алла Тағала қасиетті Құранның Нахл сүресінің 105 аятында былай дейді: Бисмиллахир-рахманир-рахим. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. صدق الله العظيم. Қасиетті Құранның аятының мағынасы: Алланың аяттарына иман келтірмейтіндер ғана өтірік тоқиды. Әне солар өтірікшілер деп қасиетті Құранда баян қылады. Бұл дегені біздерге Алла Тағаланың бұйрығы болып, әмірі болып, орындауымыз керек болып түскен қасиетті Құранның аяттарына сенбеуші, сол аяттарына иман келтірмейтіндер ғана өтірік тоқиды дейді. Міне әрбір жалған сөйлеуші, әрбір өтірік сөз сөйлеуші осы Алланың аятына иман келтірмеушілердің тобынан орын алады екен. Мен бұны айтпақшы болғаным, бүгінгі уағызымыздың негізі осы біздер қаншалықты өмірімізде, қаншалықты өткізіп атқан уақытымызда әділдікке жақындығымызды, соның ішінде мынау өмірімізде болмағыр бір істің шешімін табу үшін түрлі ой мақсатта өтірік айту, жала жабу секілді, өтірік айтып бір істен бас тартып құтылып кету сияқты қазіргі қоғамды жайлаған үлкен бір дерт бар. Міне сол дерт туралы қозғамақшы болып отырмыз. Өйткені осы Құранда айтып отыр. Араб тілінде жалпы өтірікті кизб деген сөз тіркесімен қолданылады. Ал өтірікшіні кәззап дейді. Кәззап жалғаншы екенсің дейді. Бізде бұл ата бабамыздан келе жатқан сөз, бұрыннан келе жатқан сөз. Жалғаншыға кәззап деп айту. Өтірік сөздік бұл кітаптарда шындықтың терісін айту мағынасында келеді. Ғұламалардан Ибн Хаджар былай деген екен: өтірік бір тақырып туралы біле тұра, немесе білместен оның терісін айту дейді. Кез келген бір істі біле тұра, оның терісін айту. Мынау Жүсіп сүресі бар қасиетті Құранның ішінде. Сол Жүсіп сүресінде Құранның басында келеді Жүсіп пайғамбардың түсінде түс көргені, ұйқыда түс көргені. Сол түсін өзінің әкесіне баян еткені, әкесінің оған берген ақылы туралы осы Жүсіп сүресінің басқы бірнеше аяттарында осы мағына келеді. Міне сол Жүсіп сүресінде Алла Тағала 16-18 аятында айтады: кешкісін жылап әкелеріне келді де: ей әке, біз Жүсіпті заттарымыздың қасына қалдырып, өзіміз ойнап кетсек, оны қасқыр жеп кетіпті.
Егер шынын айтсақ та сен бізге сенбейсің. Сөйтіп оның өтірік қанға боялған көйлегін көрсетті. Міне қасиетті Құранның аятында айтады. Сол ағалары және әкесінің бауырлары Жүсіп пайғамбарды аға әкесінен қызғанып, аңға алып шығамыз деп алдап шығып, соның нәтижесінде құдыққа салып, үйіне әкесіне осындай өтірікті айтып келген болатын. Жүсіп пайғамбарымыздың көйлегін өтірік қанға бояп алып, олар сөзбен де, амалмен де өтірік тоқыды сонда. Жалпы адам баласы 5 себеппен өтірік сөйлейді екен. Ең біріншісі, сол жалған сөйлеудің ең біріншісі, пайда табу үшін адам баласы кез келген жағдайда өтірік сөйлейді екен. Адам бір пайда көзін тауып, сол пайданы қолына түсіру үшін адамдарды алдайды. Және өзінің пайдасы үшін өтірік сөйлейді. Бұл жағдайда адам пайда емес, зиян табатынын білмейді. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде пайғамбарымыз айтады: пайда табу үшін өтірік ант ішіп, табарын сатқанмен де саудасына өтірік қосқан үшін кәсібі құриды. Ант ішіп тұрып өтірік айтып, өзінің қолындағы малын сатқанмен оның саудасының берекеті кетіп, саудасы түбі ақыры құриды дейді. Ол сол кезде, сол өтірік айтқан уақытында бір пайдаға жетуі мүмкін, бірақ сол ісінің ақырында бір құрдымға кету бар екендігін пайғамбарымыздың хадисінен анық ұғамыз. Сауда сатушы мен сатып алушының бірдей шайтан азғырады. Шайтан айтар екен: егер өтірік айтсаң көп пайдаға кенелесің, ал сатып алушыға да егер өтірік айтсаң сен де көп пайдаға кенелесің деген секілді, екі жақта адамның да арасындағы сауда саттықта да өтірікті мәжбүрен айтқызуға тура келеді екен. Ал енді бір малыңызды сатпақшы болсаңыз, оның кемшілігін айтып тұрсаңыз, сіздің ол малыңызды алмай қою мүмкін. Ал сіз базарға барып бір малды сатып алуға, болмаса бір затты алуға қарап тұрсаңыз, әлгі затта ешқандай мін жоқ. Бірақ сіз өтіріктен өзіңізге сол табар ұнамағандай көзқараспен қарап, жақтырмай, енді сен солай өзіңді өтірік сондай бір кейіпке енетін болсаң, әлгі сатушы менің затым бұл кісіге ұнамай тұрма деген ойменен төмендетіп береді деген ойда да жалғандыққа барады екен адам баласы. Шынында да ұнаса, шынында да ешқандай бір кемшілігі болмаса, ол нәрсені мойындау керек. Ащы да болса да шындығын айту керек. Және сол өтірікке адам баласын жетелейтін екінші бір дерт, ауыртпашылық пен қиыншылықтың зиянынан құтылу үшін өтірік айту. Бұл жағдайда зияннан құтыламын деп зиянға тұтылып жатқанын білмейді. Әке шешесі, немесе достары, немесе оқытушысы тарапынан мойнына жүктелген жауапкершілікті өз мерзімінде орындамағандықтан, қысаңшылдық жағдай туса, жазадан немесе кінәдан құтылу үшін өтірік айтып жіберетіндер де бар. Немесе осылардың біреуіне бір істі тындырып, яғни сол өзіңіздің басшыңыз, болмағанда сіздің әке шешеңіз, болмағанда сіздің бауырыңыз, болмағанда сіздің бір танысыңыз, бір істі мен бітіріп берем деп уәде беруіңіз мүмкін, бірақ сол іспен сіз ешқандайда бір шұғылданбаған болуыңыз мүмкін. Бірақ жеме-жемге келген кезде қысыл таяңнан шығу үшін өтірік жалған сөз сөйлейді. Міне бұл ауыртпашылық пен қиыншылықтың зиянынан құтылу. Ал сол кезде өтірік шынын айтса, әлгі адамның алдында айыпты болып қалу үшін өтірікке бас қояды. Істі жасамаған үшін бір күнәға батса, және өтірік айтқан үшін екінші рет күнәға батады екен. Сол секілді үшінші, осы өтірік сөйлеуге жетелейтін амалдың бірі,
әдемі сөйлеу үшін, адамдарға ұнау үшін, оларды күлдіру үшін өтірік айту, өтірік сөйлеуді әдетке айландырып алғандар үшін бұл оп-оңай. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде былай дейді: адамдарды күлдіру үшін өтірік айтқан адамға нендей өкініш, оның соры құрысын, деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады. Сол секілді өтірік сөйлеуге тағы да бір жетелейтін амалдың бірі дұшпанынан өш алу үшін өтірікке бару. Өтірікші адам дұшпанын масқара қылу үшін, одан өш алып рахаттану үшін өтірік тоқи салуы мүмкін. Қазының алдында ма, жоқ әлде басқандай бір сол дұшпанының достарының алдында ма, дұшпанын табалау үшін, дұшпанының мұрнын жерге сықылау үшін, сондай бір қиын жағдайға түсіру үшін өтірік сөйлеу. Және осы өтірікке апаратын, өтірік сөйлеуге итермелейтін бесінші бір сипаты абыройын арттыру үшін қазіргі кезде, қазіргі қоғамда көптеп орын алады осы. Мұндайда өтірікші өзі ақымақ бола тұра өзін ақылды санайды, күнәһар бола тұра өзін тақуа санайды, надан бола тұра өзін ғалым етіп көрсетеді. Және сол үшін өтірік сөйлейді, өтірік амал жасайды. Қожа көрсін үшін жасайды, ел көрсін үшін жасайды. Мені алым деп айтсын, мені білімді деп айтсын, мені тақуа екен десін деген ойменен. Ең жаман, ең дерттің ең ауыры осы тұс. Біздердің, мұсылмандардың осы тұста әлсіздігі көптеп байқалып қалуы мүмкін. Алла тағала қасиетті Құранның Нахл сүресінің 116 аятында былай дейді: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ صدق الله العظيم. Міне бұл қасиетті Құранның мағынасы мынау адал, мынау арам деп ауыздарыңа келген өтірікті айта бермеңдер. Әйтпесе Алланың атынан өтірік айтқан боласыңдар деп ескертеді. Бір нәрсені, ол менің мойнымдағы борышым, ол менің мойнымдағы парызым, мен ол парызды орындауым керек деп болмағыр бір парызға жатпайтын бір жай әшейін жасаса сауап табады, жасамаса күнәһар болмайтын, болмаса жай әшейін сауап та таппайтын, күнә да болмайтын істе адам өзіне парыз қылып жүктеп алып жатады. Ешқандай одан Құраннан дәлел келмеген, ешқандай оған парыз екендігіне, ешқандай оған бір көзқарас жоқ. Бірақ адам сосын нәрселерден, бұл адал, бұл арам деген нәрселерден тобапсе том пішуден қасиетті Құранның аяттары тыяды екен. Алла тағала Зүмәр сүресінің 60 аятында айтады: қиямет күні Аллаға өтірік айтқандардың беттері қап-қара болғанын көресің дейді. Міне жалғаншылардың түрі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: кім менің атымнан өтірік айтса, орнын тозақтан дайындай берсін деді. Енді сөзі бір шындық болу үшін, өзінің бір таласып атқан адамына бір жеңу үшін, соның үстінен өзінің өктемдігін көрсету үшін пайғамбарымыз айтқан дей салуы мүмкін. Хадис бұл, пайғамбарымыз айтқан дейді. Рауисі кім? Силсиласы қандай? Хадистің қандай мәтіні қандай? Алар дәрежесі қандай? Шынында ол хадис ба? Жоқ әлде жай былапыт сөз ба? Анық қанығына бармайды. Міне осы пайғамбарымыз айтқан деп айтқан адам өзіне дозақты өзіне дайындай берсін дейді. Көз жеткізіп барып хадис айтуға үйрену керек екен. Мысалы біреулер білімсіз пәтуа беруді,
әдетке айландырған. Алдына келген адам пәтуа сұраса, мені білімсіз екен, мені білмейді екен деп ойлап қалмасын деп, ойына келген бір өзінің бір қияс арқылы, болмаса өзінің бір ақылы арқылы бір шариғаттың, фиқтың ішіндегі бір күмәнді жерін ойменен айта салудан да тайынбайтын адамдар бар. Міне бұлар да нағыз жалғаншылардың қатарынан. Бұл үлкен күнә. Бұндай нәрсені ижтихат дейді. Ал ижтихат жасауды исламда белгілі бір дәрежеге, белгілі бір орынға жеткен адамдарға ғана рұқсат беріледі. Біздің мынау 4 жылдық біліміміз біздерді ижтихат жасауға, біздерді пәтуа беруге ешқандай да лайық болатын білім емес. Мынау біздің қоғамдағы, қоғамдық білімдердегі жоғарғы білім 4 жылдық. Одан арғарай аспирантурасы, магистратурасы, одан арғарай докторантурасы. Міне солардың барлығын оқыған адам доктор болады. Сол секілді шариғаттың осындай дәрежелеріне жеткен адам, оның өзінде ол адамның тақуалығына қарап, ол адамның әдебіне қарап, ол адамның және де басқа түрлі сипаттарына қарай отырып, сол адамның ижтихатына, сол адамның фәтуасына тоқтау керек. Және де бұл ғалымдармен кеңесіменен орындалатын нәрсе. Ал біздер оп-оңай пәтуа бере саламыз. Міне осы нәрседен сақтануымыз керек екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: өтіріктен сақтаныңдар. Себебі ол бұзықтыққа апарады. Ал бұзықтық адамды тозаққа апарады. Адам өтірік айтып, өтірікті әдетке айландырып жүріп, Алланың алдында өтірікші болып жазылады дейді. Білінбейді ол. Айтуымыз мүмкін, қазірше осы қысылтаяңнан шығып кетейін. Қазір мен басыма түсіп тұрған бір азғантай бір сынақтан өтіп алайын деген ойменен өтірікті сыпыра салу мүмкін. Міне тозаққа апаратын амалдардың бірі екен. Астағфирулла. Өтірік, бұның бір белгісі бақытсыздық. Өтірік айтқан адам бақытсыз адам. Ол ешқандай да бақытты емес. Бұл жаман әдет, жағымсыз қылық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тағы да былай дейді: мұсылманның бойында барлық жаман сипаттардың түрі болуы мүмкін, кез келген мұсылманда. Бірақ қиянат пен өтірік оның бойында болуы мүмкін емес деп пайғамбарымыз айтқан екен. Мұсылманның бойында барлық кемшіліктер болуы мүмкін, бірақ аманатқа қиянат жасау менен өтірік айту мұсылманның бойында болуы мүмкін емес деп пайғамбарымыз тоқ етермен айтып отыр. Өйткені өтірікші ол мұсылман емес, өтірікші ол момын емес. Өтірік айтқан адам ол мұсылманның қатарынан жатпайды. Міне осындай пайғамбарымыздың хадистерінен сахих келген рауилардың рауиынан біздер өтіріктің қаншалықты дәрежеде адам қоғамға зиян көріп білеміз. Имам Малик риуаят қылған хадисте Сафуан ибн Сулейм разияллаху анху былай дейді: пайғамбарымызға келіп айтқан екен: о Алланың елшісі, момын адам қорқақ бола ма? Пайғамбарымыз сонда иә деді. Сонда және де уа Расулулла, момын адам сараң бола ма деп сұрақ қойды. Сонда ол иә деді. Және үшінші рет о Алла елшісі, момын адам өтірікші бола ма деді. Сонда ол жоқ деп жауап берді. Қараңыздар, біздерге келген хабарларда момын адамның сараң болуы, момын адамның қорқақ болуы шариғатта қаншалықты дәрежеде бұл айып саналса, ал бұл өтірікшінің алдында жеңіл екен де бұның айыбы. Сараң болу, қолындағы нәрсеге сараңдық таныту, сол секілді қорқақ болу өтірікшіден жоғарылау екен. Ал өтірікші
өтірік сөйлеу, жалғаншы бұлардан да төмен тұратын нәрсе екен. Имам Байхақи разияллаху анху Абу Бәкір разияллаху анхудан риwayat еткен хадисте айтады, өтірік адамды иманнан бездіреді дейді. Иман сенім, Аллаға сенім. Өтірікшінің Аллаға деген сенімі азаяды, сенімі жоғалады. Аллаға сенген адам өтірік сөйлемейді. Ислам дінінде негізінде рухани қылмыс деген түсінік бар. Рухани қылмыс. Бұны қалай түсінеміз? Ислам діні рухани қылмысты өте қауіпті деп санайды. Өйткені кез келген қылмыс әуелі рухани қылмыстан басталады. Рухани қылмыс кейінгі қылмыстың болуына итермелейді. Сондықтан кез келген рухани қылмыс исламда үлкен күнә. Бірақ қазіргі заңда, біздің қазіргі заңдарымызда рухани қылмыс жасаған адамға жаза жоқ. Мысалы, өтірік сөйлеу қылмыс. Өтірік сөйлеген адамға жаза бар ма? Белгіленген. Әрине жоқ. Ал ислам дінінде балиғат жасына жеткен әрбір адамның титтей өтірік айтқан сөзі жазасыз қалмау керек. Әрбір күнә амал дәптерге жазылады. Сосын қиямет күні міндетті түрде әрбір күнәға лайықты жазасы беріледі. Ислам діні өтірікті әдетке айналдырған адамды Алланың дұшпаны санайды. Қияметте ең ауыр азаппенен Алланың дұшпандары жазаланады. Шынында да осы Совет өкіметі бірнеше жыл өмір сүрді. Сол Совет өкіметінде өмір сүрген біздің қазір мынау 50-ді, 60-ды, 70-ті алқалап қалған ағаларымыз айтады. Сол Совет өкіметі мәңгілік деп ойлаған едік дейді. Бірақ ол мәңгілік болмады. Оған біздер мынау кейінгі жас ұрпақ куә болып отырмыз. Неге мәңгілік болмады? Өйткені жалғанды көп болды. Өтірік көп болды. Өтірік мәліметпенен өмір сүрді. Шынында да бізге білінбес. Жай кішкентай ғана колхоздан 50 қойды 500 қой деп жазады. Сондай колхоздардан 1000 колхозды қосқанда арада пәленбай миллион мал аспанда көтеріліп қалады. Жай ол мәлімет. Қазір кезде де бар өкінішке орай сондай орындар. Қазақстанның кез келген орындары, кез келген мекемелер, кез келген мынау оқу ағарту орындары, кез келген мектеп ошақтардың барлығы компьютерлендіріліп жатыр. Ал бірақ кейбір ауылдар бір компьютері жоқ болса да, бізде 10 компьютер бар деп айтуы мүмкін. Директор өзіне келер қауіптен қорқып, солай жоғары жаққа хабар береді. Сондай мектептердің саны қаншама? Содан келіп нәтижеде барлық ауылдар компьютерленген болып шығады. Бұның бәрі өтірік емес, бұның бәрі шындық ба? Міне өтірік. Міне біздің қоғамымыздың ертеңгі күн неге алып келетіні. Ащы болса да пайғамбарымыз айтады, шындықты айт дейді. Шындық түбі жақсылыққа келеді. Имам Ахмад ибн Хамбал Абу Хурайрадан жеткізген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан екен, кім бір сәби балаға мынаны ал деп, келе ғой, мә, мынаны ал деп, ештеме бермесе, ол адам өтірікші болады дейді. Баланы өзіңе қарату үшін, мә деп қаратасыз да, ол бала сізге қарағанда ештеңке бермесеңіз, сіз күнәһарсыз. Имам Абу Дауд риwayat еткен хадис шарифте Абдулла ибн Амр разияллаху анху былай дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйімізде отырған еді дейді. Мен кішкентай бала болатынмын дейді. Абдулла ибн Амр. Анам, ей Абдулла, бері кел, бір нәрсе берем деп шақырды дейді. Пайғамбарымыз сонда менің анама қарап тұрып, не берейін деген едің деп сұрады. Сонда анам, құрма берейін деген едім деп жауап берді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, егер бірдеме берем деп шақырып, еш нәрсе бермесең, саған бір күнә жазылатын еді деп жауап берген екен.
осы екі хадисті бүгінгі күнде өмірімізге салыстырып көрсек, біз бала шағамызға қандай қарым қатынас жасап жатқанымызды бірден ақ түсінеміз. Сондықтан да өтірік бұл өтірікшінің жеке басына ғана емес, бүтін қоғамға, адамзатқа зиян келтіретін үлкен рухани азғындық. Сондықтан ислам дінінде бұл азғындыққа жол бермеуге әрекет етеді. Имам Ахмад ибн Хамбал разияллаху анхудан риwayat еткен хадисте Айша анамыз айтады: Расулуллах саллаллаху алейхи уассалам үшін өтірік сөйлеуден жаман мінез жоқ еді. Өтірік сөйлеуден жаман бір әдет жоқ еді. Егер бір адамның азғантай болса да өтірік сөйлегенін Расулуллах саллаллаху алейхи уассалам біліп қалса, сол адам тәубе қылмағанша көкірегінен шығармайтын дейді. Яғни есінен кетірмейтін дейді. Естен шығармайтын дейді. Анау пәленше, пәлен күні, пәлен сағатта бір өтірік жалған сөз айтты. Не деген ол өкінішті? Не деген ол тәубеге келіп Алла тағаланың алдында күнәсін кешірілуін тілемеді деп қатты қайғырар екен. Міне сол тәубеге келген кезде барып пайғамбарымыздың көңілі жай түседі екен. Алдау бұл нағыз өтірік. Имам Ахмад ибн Хамбал разияллаху анхудан риwayat етілген хадисте ең үлкен қиянат саған сенген досыңа өтірік сөйлеуің дейді. Бір кісі, бір басшы өзінің қол астындағы сенімді бір досына, сенімді бір өзінің бір адамына іс тапсырса, сеніп тапсырса, ал ол сенімін алған адам жалған куәлік беретін болса, міне өзі де әрі өзінің егесін де қорлыққа апарып отыр. Міне сондықтан да әрдайым өзіңнің досыңа да өтірік айтпауды ислам діні үгіттейді. Имам Ахмад ибн Хамбал риwayat еткен хадисте бір адам келіп, "Уа Алланың елшісі, тозақ амалы не?" деп сұраған екен. Расулуллах саллаллаху алейхи уассалам: егер адам өтірік сөйлесе, күнә болады. Күнә істесе, кәпір болады. Кәпір болса, тозаққа кіреді деп пайғамбарымыз айтқан екен. Ибн Қайым былай дейді: өтіріктің оңбаған жағымсыз қылық екеніне ешқандай күмән жоқ. Ол нифақ деген бұл екі жүзділік. Сол екі жүзділіктің белгілеріне және күпірліктің тармағына жатады. Күпірліктің өзі сол өтіріктің бір көрінісі дейді. Аруа атты әйелмен Саид ибн Зайд ибн Әмір ибн Нуфайлдың арасында бір жағдай оқиға көрініс алған. Міне бұл екеуі бір қарсы жерге талас тудырған. Көрші бір қарсы жерге талас тудырған. Сонда әйелге қарсы құжат болса да, ешкімнің сөзіне әлгі әйел тоқтамай қояды. "Ей, менің бұл ата бабамнан келе жатқан менің үйімнің жері. Міне бұған мынандай құжатым бар" деген секілді құжатты қанша келтірсе де әлгі әйел оған сенбей қояды. Сонда кейін әлгі Саид айтқан екен: "Бұл әйелге тиіспей ақ қойыңдар. Мен пайғамбарымыздың былай дегенін естідім. Кім нахақтан нахақ бір қарсы жерді алса, қиямет күні 7 қабат жер оған лағнет айтады дегенін естідім" дейді. О Алла, егер бұл әйел өтірік айтып тұрса, көзін көр қыл, тартып алып жатқан жерін қабыр қыл деп дұға оқыды дейді. Әлгі Саид ибн Зайд ибн Әмір ибн Нуфайл: "Мен сол әйелдің көзі көр болып, үйдің қабырғасында сүйеніп жүргенін көрдім" дейді. Аруа атты әйел айтады: "Мен сол әйелді ақыр түбінде солай болып жүргенін көрдім" дейді. Ол әйел маған Саид ибн Зайдтың дұғасы тиді дейтін. Ақыры сол әйел бір күні көзі көрмей, өзінің үйінің құдығына түсіп өлді дейді. Сол құдық оған қабірге айналды дейді. Қараңыздар. Имам Бұхари Абу Хурайрадан разияллаху анху риwayat еткен хадисте айтады: "Мұнафықтың белгісі үшеу. Сөйлесе өтірік сөйлейді, уәде берсе уәдесінде тұрмайды, келісімге келсе қиянат жасайды" деген екен. Міне құрметті жамағат, өзіміздің берілген уақытымызда азайып қалды. Мынау бір Имам Бұхаридан риwayat етілген хадисте пайғамбарымыздың түсі туралы айтайын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір түс көріпті. Түсінде пайғамбарымыз бір кісінің шалқасынан жатқанын көрген екен.
әлгі шалқасынан жатқан кісінің төбесінде бір адам қолына темір тырма ұстаған, тура төбесінде шалқайып жатқан адамның үстінде тұрған. Әлгі тырмаменен бетін тырмалайды екен, жерде жатқан адамның. Сонда тырмаменен беті тырмаланған адамның беті қайтадан өз қалпына келеді екен. Қайтадан әлгі тырмасыменен бетін тырмалайды екен. Қайтадан ол қалпына келеді. Қайтадан солай жалғасын тауып жатқан жерінен пайғамбарымыз ұйқыдан тұрады. О субханалла, бұл не деп сұраған екен? Сонда періште жауап беріп пайғамбарымызға, бет аузы жыртылып жатқан адам таңертең үйінен шығып күн батқанша өтірік айтатын адам депті. Хадис шәріпте. Міне құрметті жамағат, бұл өтірік айтудың қаншалықты қоғамға келтірер зиянын айтып біздер тауыста алмаймыз. Сондықтан Алла тағала біздерге осындай зиянға мойынсұнып қалудан, осындай зиянға әдеттеніп қалудан біздерді, мұсылмандарды сақтасын. Ислам тек 3 жерде ғана өтірік айтуға рұқсат берген. Біз бұны айта кетуіміз керек. 3 жерде ғана. Оның бірі, біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисімен айта кетейін. Пайғамбарымыз айтады, мұсылманға тек 3 жерде ғана өтірік айтуына рұқсат бар. Ең бірінші соғыста. Екінші, ұрысып қалған адамдардың арасын жарастыру үшін. Және ерлі зайыптылардың арасын жарастыру үшін айтылған өтірік сөз дейді. Міне осындай жағдайда ғана өтірікке барса, бұл әрине күнәдан емес. Бірақ қаншама өтіріктің жолдары өте көп. Оны санап санына жету мүмкін емес. Құрметті жамағат, біздерді Алла тағала сақтасын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның соңғы мынау сөзіменен тәмамдасам. Пайғамбарымыз айтады, жақсы сөз айтып, жақсылықты көбейтіп, адамдардың арасын жарастырған адам өтірікші емес деген екен. Міне сондықтан да адамдардың арасын жарастырайық. Елде татулық болсын, елде жақсылық болсын. Бірде егер бір пенде өтірік сөйлесе, сол пенденің сасық амалынан періштелер 1 миль ұзақтап кетеді екен. 1 миль, 1 километр, 1,5 километрден астам періштелер ол адамның жанына жоламайды. Міне сондықтан Алла тағала біздерге өтірік сөйлеуден сақтасын. Ва ахиру дауана анилхамдулиллахи раббил аламин. Ва саллаллаху тағала аля хойру халқихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллаху акбар.